Қазақстанда отбасы мен бала өте маңызды орын алады. Бала туған кезде қазақ халқында көптеген салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар бар. Ең алдымен бала туған соң шілдехана тойы жасалады. Бұл жаңа туған баланың құрметіне арналған мереке. Бұл күні туыстар және достар жиналып, ән айтып, жақсы тілектер айтады. Бала біраз өскеннен кейін бесікке салу дәстүрі өткізіледі. Үлкен сыйлы адам баланы бесікке бөледі. Бұл дәстүр баланың дені сау, ұйқысы тыныш болсын деген ниетпен жасалады. Сонымен қатар бесік қазақ үшін қасиетті зат. Тағы бір маңызды дәстүр қырқанын шығару. Бала 40 күнге толғанда оны жылы сумен шомылдырады. Бұл дәстүр баланың таза, мықты болып өсуін білдіреді. Ал бала алғаш қадам басқанда тұсау кесу дәстүрі жасалады. Тұсауды жақсы, сыйлы адам кеседі. Бұл баланың жолы ашық, өмірі сәтті болсын деген мағына береді. Үйлесімді, берекелі отбасы сүйіспеншілікке, сыйластыққа және түсіністікке негізделеді. Мұндай отбасында ата-ана балаларға қамқор болады, оларды дұрыс тәрбиелейді. Отбасында бір-біріне көмектесу, құрметтеу өте маңызды. Берекелі отбасында өмір сүру жағдайы жақсы болады. Үйі бар, тамағы бар, балалар білім алады. Ата-ана жұмыс істейді, балалар оқиды. Кешке отбасы бірге уақыт өткізеді. Олар салт-дәстүрді сақтайды және балаларға үйретеді. Сондықтан отбасы мен балаға байланысты дәстүрлер Қазақстанда өте маңызды.